қыздар өздеріне лайықты ер адам таңдай алмайды. Талаптарының бәрі тек қана дүниелік мәселелерге ғана қатысты. Ол дүниелік мәселелер адамда бірде бар, бірде жоқ. Мәселені тек қана дүниелік мәселеге құрастыратын болсаң, дүние бар кезде барсың, жоқ кезде жоқсың. Дүниеге сәйкес отбасы құрып алған адамдар бар, соны мұрат етіп. Енді отбасы құрылғаннан кейін тағы да келеді, енді маған көңіл бөлмейді деген әңгіме айтады. Сен басында дүние үшін құрдың ғой, маған дүние керек, үй болу керек дедің, машина болу керек. Сен үй бар ма? Бар. Машина бар ма? Бар. Енді не керек саған? Маған көңіл бөлу керек. Енді ол қыруар таңертеңнен кешке шейін 5-6 бизнеспен айналысатын еркек қайдан көңіл бөлсін саған? Сен ойланып жатқан кезде сен таңдау керек еді. Саған дүние мүлік па керек, әлде көңіл бөлетін керек па? Сондықтан ер адам, сырттың адамы, қаншалықты сен одан көп нәрсе талап ететін болсаң, соншалықты ол сенен ұзақтайды. Солай ма? Жауапкершілік, рызық табу керек, мал табу керек. Бүгін жезқазғанда жүрміз, ертең Ақтауға кетеміз деген сияқты. Егер сен бірге болуды қаласаң үнемі, онда талаптарды түсіру керек. Егер талаптарды көтерсең, онда бірге болудан бас тарту керексің. Өмірде сондай ғой. Біздің бақытсыздығымыз, біздің қойған жоспарымыз бен әрекетіміздің арасындағы алшақтық. Үлкен нәрселерге мұрат етеміз, бірақ ісіміз 10%, мақсатымыз 100%. Осының ортасындағы 90%-дық бостық бұл сенің бақытсыздығың.